игилдин идеологиясын ким ұстанбаса, яғни соның ұстанымымен кім жүрмесе, жапқан усра, жейшал хур дейді жаңағыдай, мысалы, сосын көп Ахраш Шам дейма, бір 10 шақты группировка бір-бірін такфирге шығарып отты. Бәрі де ла илаха иллаллах деп айтады, бәрі де өздерін, әрбір өзін мұсылманбыз дейді. Бірақ соны кровопролитие. Мен көзім көрмейді, мысалы, екі көзім. Егерде осы екі таяғымды алып ұстап, мысалы, қазір таяқсыз жүретін болсам, маған өте қиын болады да жүру. Ербол жасынан зағип. Бірақ оның мүгедектігі радикалды идеологияның соңынан еруге кедергі болмады. Тіпті сол Захардың ықпалымен жеке кәсібін жауып, елден кетіп Ланкестерге қосылды. Ең басты бір себеп сол интернет қой. Соның ықпалынан теріс ағымға ұрынып, сол Сирияға кетіп қалған тұғым. Бізге мұсылмандарды қырып жатыр, бізге келіндер, көмектесіңдер деген сияқты сондай үгіт насихаттар жүрген негізі. Сол кейін барған кезде біз ойлағандай болып шыққан жоқ көп нәрсе. Бір-біріне қол көтеріп, бір-бірін өлтіріп атты, бір-біріне такфир жасап атты. Кімді такфирге шығады, соның бәрімен жихад жасау керек дейді. Сол ұрлау, тонау, мысалы, сол қайсы бір неге өзінің наводкаларын береді, мысалы, сол жерде барып, жаңағыдай өзін жарып жереді, мысалы, сол нәрсеге жаңағыдай үгіт жұмыс істейді сондаймен, мысалы, соны сендіреді. Такфир, біреуді күпірлікпен айыптау. Бұл идея барлық діни экстремистік және террористік ұйымдардың доктринасында бар. Олар өз қатарына қосылмағандарды шариғатты басшылыққа алмады деп кәпір санайды. Және не кәпір санаған тұлғаларды кім кәпір деп есептемесе, оның өзі де кәпір болады. Қазір сәләфиттерді көбінесе осы хаварижден тараған осы топтарды айтып жатамыз. Такфир де осы сәләфиден бөлініп шыққан бір секта. Әбден шектен шыққан радикалды ағым болып есептелінеді. Жихадта сондай ұғым, мәселен, Сирияға шығу болсын, таяу басқа мемлекеттерге жаңағы дін үшін, Құдай үшін соғысу дейді. Дін үшін, Құдай үшін соғысу исламда қарастырылған, бірақ себеп салдарларын бұлар басқаша бұрмалап өздерінің саяси, әлеуметтік басқа көздеріне жаңағы айналдырып алады. Радикализация проблемасын діни жағынан зерттеген кезде 100% адамдардың осы 75-80% осы интернет желісі арқылы арбалғанын көріп отырмыз. Ербол мүгедек бола тұра содырлардың қанды қасаптарын ақтайтын бейне роликтарына түскен. Және ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі парақшасында терроризмді насихаттаған. Кейін бұл тірлік үшін өкінді. Алайда кеш келген тәубе оны темір тордан құтқармады. Қазір сот үкіміне сай өзіне кесілген жазаны өтеуде. Әр заманда өзін бүлік салатындар болады деп ойлаймын мен өзім. Оларға күш керек, мысалы, қаржы керек, адамдар керек дегендей. Сол арқылы жоспарын іске асырып. Егер де ақылды адам болса, ондай нәрсеге ұрынбайды негізі. Негізі дін эмоцияда тұрмайды ғой, эмоциямен берілмейді, жүрек арқылы расталу керек. Ал эмоцияға беріліп, бірақ артынан ертең басына іс түскен кезде, мысалы, қиыншылық жағдайда, сол кезде есін жинайды да көбісі. Бірақ ол кезде уже кеш те болуы мүмкін адамға. Аспанымыз тыныш болса екен, тыныш болғаны деймін да, жаңағы тыныш болғаны, ауызбіршілік бәрі дұрыс болып
мысалы осындай тыныштықта өмір сүргенде осы нәрсені бағалау керек екен да адам. Елімізде биыл жыл басынан бері 20-дан аса адам терроризм және діни экстремистік қылмыстар үшін түрлі мерзімге сотталды. Істі болғандардың кейбірі әлеуметтік желіде терроризмді насихаттаса, енді бірі шет елде жүріп әрекет еткен.